Ассалаумағалейкум. Бізде черновой сантехника бітті. Сантехниканы не үшін штукатурка деген жасау керек? Қазір кішігірім айтып кетейін. Мына жерде бізде душевой болады. Енді қараңыздар, штукатурка болғаннан кейін шатмаяк. И одан кейін осветительді орнатқан кезде штукатуркадан кафельдің клейін қалыңдығын есептеп, осылай әдемілеп тастап кетсе, ертең қатты кіріп кетпейді, не болса қатты шығып кетпейді. Осылай әдемі орнатылатын болады. Мыналарды ротбандпен жауып тастай саламыз, қатты мәселе емес. Бұны штраф еткен кезде бірден перфоратормен емес, осылай болгаркамен немесе штрафорезбен кесіп алып, одан кейін барып ойған дұрыс. Перфоратормен бірден перфоратормен оятын болатын болса, мына жерде вибрациямен жандарын босатып жіберуі мүмкін. Сондықтан оны кесіп барып істеген дұрыс. И одан кейін трапты бірден осылай жауып тастаған дұрыс. Ертең стяжка қойылады, поддон қойылады, сол кезде бүлінбеу үшін. Так, инсталляцияда асты өте мықты болу керек. Осылай стяжкаға орнаттық. Мына жақ бізде кірпішке де осылай қатты орнатылды. Енді этаж үйлерде болатын болса, стяжканы алып тастап, монолитке орнатқан дұрыс. Енді бұл жерде еще подачасы осылай пайкамен келу керек. Жай шлангымен тастап кетуге болмайды. Ертең ол жерден су кететін болатын болса, мынаны аша алмайсыз, астында қалып кетеді. Сол үшін осында қатты қадағалау керек. Енді бұйырса мынаны астыларын бәрін толтырып тастаймыз ротбандпен, ешқандай мәселе жоқ. Сонда бізде мынау қарасаңыздар әдемі тұратын болады. Мынау судың подачалары, сливтері өзімізге керек деңгейге қойып аламыз. Енді бұйырса менде мына жақта гипсокартонмен қапталады. И мына стенаны гипсокартонмен қаптаймыз. Сонымен бұл жақтың бізде черновой жұмысы бітеді.